Жарығын жарқыратып кеп, тоқтай қалған машинаның көк жолағына көз түсіп кетіп, жүрегі тас төбесінен шыққаны, қалай жалт бұрылып, қаша жөнелгенін өз де білмейді. Тал теректің арасына сүңгіп, ышқына безді. Екі өкпесі екі қолында. Күнде өздері шырылдап жүрген көз тадыс жықпыл ғой. Сонда да болса сүрініп кетіп, етбетінен түсе жаздағаны. Кинотеатр сыртындағы қалың ағашқа аяқ іліктірген бойда тізерлеп отыра кетті. Алқынып қалыпты. Келген жағына алақ-жұлақ көз салып қойды. Соңына ешкім түспеген тәрізді. Тым-тырыс, қол-аяғы дірілдеп бара жатқанын сонда ғана аңғарған. Төрт тағандап жылжып, кәрі қара талдың түбіне жетті. Осы ше, полициядан жаман қорқады. Зәресі зәр түбіне кетті. Олар адам емес сияқты. Құйрығымен жер салбырап тап беретін жалмауыз крокодил сияқты. Сояудайсын ақситып, жерді дүрілдетіп жетіп келетін. Қазақса шөлейтін крокодилдер. Өздері болса олардың аузына лақтырған қауқарсыз қорқақ көжектен аумайды. Крокодил шіркін, көжекті тістей бойнайма, аунатып ойнайма, керек десе парша-парсасын шығарып, шайнап-шайнап жеп қояма, өздері біледі. Осы жазда жоқ, жаз енді шыққан кез, сонайласа жүрек тірілім баса алмайды. Жанында екі қыз, кинотеатр жақ беттегі абажадай шамы жарқыраған әйдік бағанның түбінде әрнен айтып клиент күтіп тұрған. Қапелінде құйғытып келіп тоқтай қалған машинаның көк жолағын кеш аңғарыпты. Көліктен секіріп түскен қос сержант бұларға тап берсін. Жалтырып кетуге де үлгермеді. Тырыстырып киген мини-юбкамен қашу қайда, адымын аштырмады. Содан бері көшеге мини-юбка киіп шығуды қойған. Көк жолақты машина аудандық полиция бөлімшесіне екпіндеп кеп тоқтады. Шұбар бет капитанның көзіне крокодил болып көрінгені сонда. Өз болса да үркек көжек қой. Іші мұп-мұздай болып, қолқа жүрегі қалтырап ала жөнелді. Бұлардың қарсы алғаны капитан крокодил мізбақпаны. Көздерімен жер шығып, шықшия қалған үшеуін ішіп жеп байыз аяғын тінтей қарап бір ауға отырды да. «Документіңді әкел», деп барқ етті шетте тұрған бұған бұйырып. «Жоғалтып алғам», даусы жердің астынан шыққандай өлімсіреп естілді. «Өтірік айтасың, кім атың?» «Шолпан», деді тұтығып. «Шын атыңды айт». «Шын атым». «Өтірік айтасың, сенбеймін. Көшеде неғып жүрсің? Айт, неғып жүрсің?» «Жай, қыдырып». Мұның сөзін кекесімен қайталады. Өңгей өтірікші. Түнде адам шай қыдыра ма? Түнде көшеде проститутка ғана жүреді. Үндей алмады. Не десін, біліп тұр. 15 күнге бесприемникке қамаймын. Ағатай, көздің жасын көлдетіп жылап жіберді. Ағатай, аяңызшы, ағатай. Не? Аяңызшы? Мені кім аяйды сонда? Мен түнімен жұмыс істеймін, ал сен қыдырасың. Бесприемниктің не екенін білесің бе сен? Бесприемникте жатып шыққан қыздың әңгімесі есінде. Қорқып зәре шыққаны содан. Капитанның жоқ, крокодилдің шұбар беті көзіне бұлдырап әрең шалынған. Бұрын не жұмыс істедің? Айт. Мектепте, деді өксігін әрең басқан. Мүмкін тәрбие завучы болған шығарсың. Басын шайқады. Енді не? Әннен сабақ бердім, ағатай. Әншімін де? Бәсе. Басын шайқай қойды. Әй сендер, сержанттарға айқай салды. Анау-мынау емес, ұстағандарың әнші екен, деді мысқылдап. Әнші болсаң онда ән сал, деді. Енді бұған бүкпесін бетін бұрып. Босатам сосын. Шын сөзім, капитан өтірік айтпайды. Қане баста. Көзі жылпырықтап, қатты да қалды. Ал баста, босатам. Аспанға қараймын айтшы. Қайтерін білмей, буылға бөгелді. Айта сал Шолпан, деді жанында тұрған Райхан сыбырлап. Қоя берем деп тұр ғой. Қане бастай ғой. Капитан бұл жолы жылы сөйледі. Аспанға қараймын,
дір-дір еткен ерні еріне жуыспады. Көңілді айт, міне бұлай барқылақтап өзі шырқап кетті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, деп қосылды шолпан, дауысы қалтырап, іші удай ашып бара жатты. Көзінен ытқып-ытқып жас парлады. Сен жоқсың арайлым, деді жалғастырып сөзін капитан бөлмені басына көтеріп. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Ай! Тас еденге өкшесін қадап, тарсыл-тұрсыл биге кіріскен шұбар беттің түрі жаман. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Ай! Браво! Деді ән аяқталған соң, ышқынып жіберіп қыршынып. Ағай, енді жіберіңізші. Жібересіз бе? Деді. Кемсеңдеп әрең сөйледі. Жіберем. Капитан екі айтпайды. Кісі аяғы басылсын. Бізде тексеретіндер көп. Анда барып отыра тұрыңдар. Деп дәліздің түкпір жағына қарай иек қақты. Сержант, апар мыналарды. Сержант шеуін камераға бөліп қамады. Кетіп бара жатып. Қорықпаңдар, қазір босатады, деді жұбатып. Көп күттірген жоқ. Есіктің сықыр естілді. Капитан екен. Крокодилге жемтігінің әлсіз бұлқынғаны қызық сірә. Бірден қылғатып жібермей, жанына жақын отырып, абауыр қолын иығына салды. Түннің бір уағында мылжа-мылжа болған бөксесін әрең игеріп, жалдамалы пәтеріне қарай сүйретіліп кетіп бара жатты. Таң бозарып атқанша көзінен жас тыйылмады сосын. Ойысып өскен қалың ағаштың қараңғы түкпірінен біреудің бері беттеген аяқ дыбысы құлағына шалынғанда жүрегі тарсылдап кетті. Жанарына жас толып шыға келіпті. Төңірек түкке өрінбей толқынып ала жөнелді. Ойына бірден түскені Зарина айта беретін әлгілер, наша шегетіндер, қояншықтар. Зарина көрген, олардан көресіні. Қолына бір түспе, түссең тынымдым дей бер, өлгеніне қарамайды, деп көздің жасы көл болып айтқан бұл құрбысына. Әлі құрып, отырған орнынан қозғала алмады. Кәрі қараталдың қонжыр-қонжыр діңіне жабыса түсті. Анау болса ат көпір жапырақты сылп-сылп кешіп бері салып келеді. Одан арғыны ойлауға дәті бармай, іші жидіп, бүкшие берген. Бір сәт аяқ дыбысы сап дейіліп төңірек тынши қалсын. Қараса тайыншадай төбет. Қарсы алдында тұр. Дорбадай тұмсығын көкке көтеріп маңқая қарайды. Құлағы жырым-жырым, езуі тілім-тілім, төбе шашы түк тұрады. Егіне ие бола алмай, тісі-тісіне тиіп сақылдап барады. Көзін айыра салсашы. Арс етіп бассалар сәтін зәрес қалмай күткенді. О тоба, бір қараса төбет шіркін бұрылып алып жөнеліп бара жатты. Артқа ақсақ аяғы жапырақ шашып шойнаң-шойнаң кетеді. Тамағына кептеліп тұрып қалған түйін ілезде тарқатылып, солқылдап жылап жіберді. Ұзақ жылады. Көзінің жасы таусылып, өксігі басылған соң ғана сүйретіліп орнынан тұрды. Үсті басына жабысқан шөп шаламды кернеу қағып кинотеатрды айналып өтер жалғыз аяқ бетон соқпақты тапқан. Көше тым-тырыс, машина сиреген, адам қарасы байқалмайды. Сәлималар қайда екен? Телефон шалмақ болып оқталды да қолына алған тұтқаны қалтасына қайта жасырды. Жатқан шығар біреумен. Көңілі жабырқап сала берген. Ылғи осылай. Сонда да ештеңе ойламауға тырысты. Кейбір қыздар